Алматы облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп. Бастауыш сынып мұғалімі Қорғасбаева Балсұлу Умержановна. Бүгінгі біздің сабағымыз дүниетанудан. Сабақтың тақырыбы түркілер және олардың өмір сүру салты. Мақсаты түрлі құралдарды зерделеу арқылы түркілердің өмір салтын анықтау. Балалар, психологиялық ахуалды қалыптастырып алу үшін бірінші түрік елінде сәлемдескенде не дейтін білесіңдер ме? Олар бір-бірінің қолын алып, мерхаба деп тілек айтады екен. Ал қазақ халқының сәлемдескенде не дейтін білесіңдер ме? Жарайсыңдар, жақсы. Суретке қарай отырсақ, түркілер сақ ғұн түркі. Түркілер сақтар мен ғұндардың ұрпақтары. 6 ғасырда қазақ жері түрік қағанаты мемлекетінің құрамына кірді. Көшпелі түркілер негізінен мал шаруашылығымен айланысқан. Олар жылқы, түйе, сиыр және қой өсірген. Көшпелілер маусымдық жайылымдарға байланысты жаңа жерлерге көшіп отырған. Олардың негізгі баспанасы киіз үй болған. Маусымдық жайылымдарға көшу үшін ірі қара малдарды көлік ретінде пайдаланған. Отырықшы түркілердің негізгі шаруашылығы егін болған. Олар әсіресе тарыны көп өсірген. Сондай-ақ олар балық аулап, сауда жасап күнелткен. Отырықшылар арасынан небір мықты шеберлер мен ұсталар шыққан. Олар тұрмысқа қажетті тұрмыстық заттар мен әшекейлер жасаған. Археологиялық қазбалар кезінде аттың ері, үзеңгісі, пышақтар мен ыдыстар, әшекейлер, қару-жарақтар көптеп табылған. Осы көне жәдігерлерге қарап, түркілердің өте еңбекқор халық болғанын байқаймыз. Балалар, түркілер жасаған заттарды атаймыз. Бірінші, үзеңгі, электр аспалы шамдар, әшекей бұйымдар, орақ. Осы төмен жақтағы дескриптор арқылы түркілердің жасаған заттарын атап жіберіңдер. Атап болса, онда өзіміз бір тексеріп жіберейік. Бірінші, түркілердің жасаған үзеңгі, әшекей бұйымдар, орақ. Тұжырым дұрыс па? Иә, жоқ әдісі бойынша жауап береміз. Түркілер ғұндар ұрпағы. Түркілер кеме арқылы жүзген. Түркілер көшпелі мал шаруашылығымен айланысқан. Түркілер жібек жасап шығарған. Түркілерде темір ұсталық, зергерлік, құмыра жасау қолөнері жақсы дамыған. Иә, жоқ әдісі бойынша мал шаруашылық, зергерлік, қолөнер жақсы дамыған екенін білсеңдер балалар, иә, жоқ арқылы белгілейміз. Белгілеп болсақ, балалар, тексеріп көрейік. Біріншінің жауабы иә екен, екіншінің жауабы жоқ, үшіншінің жауабы иә, төртіншінің жауабы жоқ, бесіншінің жауабы иә. Енді балалар, осы түсініп болсаңдар, осыны бүгінгі сабақты түсінсеңдер, шам тізбекті бояймыз. Онда бірінші шам тізбекті жақсы түсіндім, мен білдім дегендерің бірінші шам тізбені бояңдар. Ал енді мен тағы білетінім бар, әлі үйренетінім бар десеңдер, екінші шам тізбені бояңдар. Мен түсіне алмадым десеңдер, онда үшінші шам тізбені бояймыз. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, бүгінгі сабақта түркі әлемінің жетістіктері мен өнер табысы туралы білдің. Түрлі құралдары зерделеу арқылы түркілердің өмір салтын анықтадық. Білім сандығы арқылы балалар маған кері байланыс жіберіңдер. Бүгінгі жаңағы сабақты өте жақсы түсіндім, қызықты болды десеңдер, бірінші сандықшаны бояймыз. Сабақты жақсы түсіндім десең, екінші сандықшаны бояймыз. Әлі үйренетінім бар, тақырып бойынша әлі ізденуім керек десеңдер, онда үшінші сандықшаны бояймыз. Онда балалар үйге тапсырма 52-53 беттегі оқып, түсініктеріңді айтасыңдар. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа, жауап бергендеріңе рахмет.
Сабақ аяқталды, сау болыңдар.